Hello friends, сәлем достар. Бүгін 13-ші сабақ бізде. Сабағымыздың тақырыбы school subjects. School деген мектеп деген сөз, subject деген сабақ, яғни мектептегі пәндер, сабақтар. Алдымен қазір сөздерді мұқият тыңдап, қайталап отырыңыздар. Пәндердің аттары. Unit 3A, Exercise 2. Listen, repeat, and check your answers. 1, Music, 2, English, 3, Maths, 4, Religious Education, RE, 5, Spanish, 6, Information and Communication Technology, ICT, 7, Art and Design, 8, Geography, 9, History, 10. Biology, Not illustrated. Chemistry, Design and Technology, D&T, French, German, Physical Education, PE, Physics, Енді достар, қараңыздар. School subjects, мектеп сабақтары, пәндері. Art and design, art деген өнер деген сөз, және design. Одан кейін biology, биология, chemistry, химия, design and technology, қысқартып айтқанда DT, дизайн және технология. English, ағылшын, French, француз тілі, geography, география, German, неміс тілі, history, история, information and communication, technology, ICT деп айтады, қысқартып айтқан кезде бұл біздегі информатика пәні. Math, математика, music, кешіріңіздер, music, музыка, physical education, қысқартып айтқанда PE, бұл бізде дене шынықтыру. Physics, физика, religious education, RA деп қысқартылып айтылады, бұл бізде дінтану, Spanish, испан тілі. Одан кейін достар, сіздерге үй тапсырмасы ретінде берілген мына тапсырма түсіндіре кетейін. Қараңыздар, жоғарыда сөздер және де сурет берілген. Осы сөздерді суреттермен сәйкестендіру керек. Бірінші суретіне, екінші суретіне, соларды әрқайсысын сәйкестендіріп шығу керек. Енді сөздермен танысып шығайық сіздермен. Біріншісі бин. Бин деген мусорный ящик дейді ғой, қоқыс төгетін жәшік. Ол бізде 16-шы номер. Сол секілді суреттермен, осы сөздермен суреттерді бір-бірімен сәйкестендіріп жазып шығасыз осы тапсырмада. Одан кейінгі берілетін тапсырмада сіздерде қараңыздар. Prepositions of place дейді. Preposition деген орналасқан жері, позициясы деп айтады ғой. Place деген орын. Бұл жақта сөздер қараңыздар. Between, арасында деген сөз. Behind, артында. In front of, біріншісі in деген ішінде деген сөз. Одан кейін in front of деген алдында деген сөз. Near, жанында. Next to, қасында. On деген үстінде. Opposite, қарама қарсы. Under деген астында. Яғни осы сөздерді мына картинкалардың қайсысына сәйкес келеді, қай сөз, соны жазып шығуларыңыз қажет.